Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз үй жағдайында балаларға арналған керемет бургерлерді жасаймыз. Жасап көріңіздер, дәмі күшті. Бізге керекті заттар: 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт, жарты стакан өсімдік майы, 1 қасық чайный ложка шекер, 1 қасық тұз, 1 қасық дрожжи. Жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр елейтін боламыз. Ұнды біріктіріп, жан-жандағы ұндарды алып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Елеген қамырымыздың бетіне пищевой пленка жауып, ашытамыз. Ашыған қамырды осылай дөңгелектетіп, пергаментке қойып, тағы да үстіне пищевой пленка жауып, 10 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызға жұмыртқаның бетіне жақсылап жағып, бір келке етіп жағып шығамыз. Сосын бетіне күнжіт себеміз. Дайын нанымызды 180 градуста пісіріп аламыз 15 минут. Піскен қамыр осындай болып шығады. Әдемі нандар. Сосын котлет дайындаймыз. Котлетіне 400 грамм фарш, 1 пияз, 1 зубчатка чеснок, ұн, бұрыш, тоз бұрыш, барлығын араластырамыз. Сосын пергаментке осылай дөңгелек етіп, котлеттің формасында қолымызбен котлет істеп шығамыз. Дайын болған котлеттерімізді 200 градуста 7-8 немесе 10 минут пісіріп аламыз. Сосын соусын дайындаймыз. Соусына майонез, кетчупты бір ыдысқа салып құйып араластырамыз, немесе өзіңіздің қалауыңызбен екеуін екі бөлек бургердің бетіне ағызып шықсаңыздар болады. Және қияр мен қызанақты дөңгелек етіп турап, нанымызды екіге бөліп, алдымен осылай соусымызды жағамыз. Содан кейін котлетімізді қоямыз бетіне. Котлетімізді қоямыз. Содан кейін қызанағымызды қоямыз. Кішкене соус жағамыз. Қиярымызды қоямыз. Бургеріміз дайын. Осылай барлық бургерлерді жинап шығамыз. Алдымен соус, котлет, одан кейін қызанақ, одан кейін қияр, міне дайын. Дайындап жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет, балаларға ұнайды. Қайта-қайта сұрайтын болады. Біздің каналымызға жазылып кетіңіз. Сау болыңыз.